Естерде ме? Мен бұрынғы видеода Нони кезеттің шрифтін салған болатынмын. Бірақ ол шрифтті салған файлы менікім дұрыс жұмыс істемеген болатын. Сол себеппен көптеген көрермендерім тең жартысы ол шрифтті жүктей алмаған болатын. Хей, қалайсың? Сенімен бірге Франикейт. Бүгін жоғарыда айтылған проблеманы шешетін боламын. Ну что ж, кеттік. Бұның шешімі мен үшін біреу. Басқа файлы менікке салу керек. Яндекс Диск және Google Диск. Бұл қазіргі уақыттағы ең сенімді және ең атақты. Плюс 100% жұмыс жасайтын файлы меніктер. Шрифтті қалай скачат ету керек екенін көрсетейін. Осы видео астында сілтеме арқылы өтеміз. Шамалы күтеміз. Төбеде шыққан терезеден разрешить кнопкасын басамыз. Бұл обязательно. Осыдан кейін файлы менікке кіріледі. Скачать етеміз. Скачать етілген файл бұл бізде архив. Архивтен извлечь етіп шрифтке кіреміз. Және установить батырмасын басып установить етеміз. Болғаны осы ғана. Мен бұл проблеманы шештім деп ойлаймын. Сенен лайк, комментарий және подписка. Видео астында менің социалды сеттерге сілтемелер бар. Сол арқылы менімен связь жасай аласың. Яғни байланыс аласың. Сенен керемет комменттер күтемін. Және басқа да сұрақтарыңды комментке жаз. Мен міндетті түрде оқитын болам. Сөз берем. Сенімен бірге болған Франикейт. Және келесі кездескенше сау. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again.